Баршаңызға қайырлы күн, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, ортасына банан қосылып дайындалатын мына бір пирожнилардың жасау жолын көрсеткім келіп тұр. Өте дәмді болып шығады. Қымбат сливки де қолданбайсыздар, ортасына ауызда еритін керемет пирожный болады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Жасап жатсаңыздар ас болсын, арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқаны аламыз. 200 грамм қантты салып, миксермен ағарғанша әбден араластырып көпіртіп алуымыз қажет болады. Миксердің төменгі жылдамдығынан ағарғанша әбден араластырып аламыз. Содан кейін 200 грамм жылы сүтті құямыз, 170 грамм сұйық майды құйып, тағы да 1-2 минут миксермен араластырып алуымыз қажет болады. Ендігі кезекте құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Бір ыдысқа салып, ұнды, какаоны және қопсытқышты бір ыдысқа салып, оны електен өткізіп, 2-3 бөліп қосатын боламыз. Бастапқы массамызға осылай 2-3 реттен бөліп қоссаңыздар болады. Жақсы көтеріп шығарып. Енді дайын болған консистенцияны біз 2-ге бөліп пісіріп аламыз. Рулет сияқты қылып, жұп-жұқа етіп жайып, пісіріп алуымыз қажет болады. Егер менің арнама жазылушы болмасаңыз, жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген ыстық тағамдар мен керемет пирожнилардың, сонымен қатар дәмді тағамдардың рецептін шығаратын боламын. Енді біз тестамызды пешке жібереміз. Одан кейін кремін дайындауға кірісеміз. Алдымен жұмсақ сармайды, бөлме температурасында тұрған сармайды бір миксерлеп алып, үстіне қойылатын сүтті қосып, тағы да 1-2 рет миксерлеп алуымыз қажет. Содан соң қаймақ қосамыз. 3-4 асық қаймақ қоссаңыздар болады. Мен 3 ас қасық қостым. Содан соң жақсылап бір миксерлеп аламыз. Сонымен біздің креміміз дайын болады. Енді дайын болған кремді шетке алып қойып тұрамыз. Бұл уақытта біздің бисквиттеріміз де пісіп шығады. Екеуінде пісіріп алдым. Арасын тексеріп алыңыздар, піскен-піспегендігін шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Содан соң осылай кез келген стаканды, кесені алып, домалақ шариктер жасап, дайындап аламыз. Қалғанын блендерден немесе қолмен жақсылап үгітіп алсаңыздар болады, үгітіп дайындап аласыздар. Енді видеода көрсетілгендей етіп, домалақ пирожныйымызды алып, үстіне кремді жағып, бананымызды қойып, ұсақталған крошкілерді бетіне істеп шығамыз. Осылай қолмен жаймен істесеңіздер өте керемет болып шығады. Жасап жатсаңыздар ас болсын, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны бас қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен жасаған рецептерім сіздерге хабарландыру болып барып тұрады. Соңына дейін тамашалағандарыңызға алғысым шексіз. Ас болсын.